Сәлем қыздар, бүгін бізде өте жеңіл және әрі тез дайындалынатын медовик. Бұл медовикті дайындау өте тез, сол себепті бізге ешқандай да оқтаудың қажеті жоқ. Сізге бар жоғы 10-15 минут қана керек. Және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал кеттік. Бізге керегі 100 грамм бал, 100 грамм сары май және 80 грамм қант. Отқа қойып, барлығын ерітіп аламыз. Қайнағанша. Жан-жағында көбіктері пайда болып, бір қайнаған кезде бір қасық ас содасын қосамыз. Ас содасы мен балдың екеуінің реакциясынан жаңағы көпіреді, одан қорқып кетпеңіз. Суытып қойған кезде ол міндетті түрде басылады. Және басқа ыдысқа қайтадан құйып, суытып қоямыз. Суығаннан кейін 2 жұмыртқаны кезек-кезектен құйып араластырамыз. Противен сулап алыңыз. Бетіне пергаментті қағазды қоясыз, себебі қамыр құйған кезде қағазыңыз қозғалмайтын болады. Бірінші бөлігін бірінші противенге салып 6-7 минут пісіріп аламыз. Және маған ас қасығы көмектеседі. Маған осылай жасаған ыңғайлы. Сізде қамырыңызды жайған кезде міндетті түрде қараңыз, өте жұқа болып шыққаны дұрыс. Міне қамырымыз, коржығымыз дайын. 6-7 минутта пісті. Жан-жағын түзулеп, мен 2 бөлікке бөлемін. Сонда менде барлығы 4 корж шығады. Креміне көшетін болсақ, бізге 300 грамм қаймақ, 100 грамм қант. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін өз еркіңіз қант пудрасын қоссаңыз болады, болмаса мен секілді ерітілген бал қоссаңыз болады. Енді безендіруге көшеміз. Мен шанышқымен осылай тесіп қоям, себебі тез сіңіп кетеді. Маған тез дайындау керек кезде әрдайым осылай жасаймын. Яғни холодильникте 1-2 сағат күтудің ешқандай да қажеті жоқ. Тіпті 10-15 минуттан кейін тортыңыз дайын болады. Кезек-кезектен коржықтарын салып безендіремін.
міне біздің ленивый медовигіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийға бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.